Алматы қаласы полиция департаментінің жеке құрамы күнделікті ойын-сауық орындарында қорқор бұйымдарын тұтыну бойынша құқық бұзушылықтарды анықтау мақсатында жұмыс жүргізуде. Жыл басынан бері 4000-нан астам құқық бұзушы жауапкершілікке тартылып, оның ішінде қорқор бұйымдарын өзінің қонақтарына табыстаған ойын-сауық орталық иелері де бар. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау кодексінің 110 бабында қоғамдық орындарда қорқор бұйымдарын тұтыну қатаң түрде тыйым салынған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 441 бабына сай, қорқор бұйымдарын ойын-сауық орындарында тұтынған тұлғалар бірінші рет полиция назарына түскен жағдайда оларға 15 айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұл салынады. Егер құқық бұзушылықты бір жылдың ішінде қайталанбай істеген жағдайда 25 айлық есептік көрсеткіш көзделген. Және де ойын-сауық орталығының иелеріне 40 айлық есептік көрсеткіштен астам айыппұл көзделген, және де қорқор бұйымдарын тәркіленеді.